Сәлем достар, сіздермен бірге Айлина және оның інілері. Алдыңғы видеода біз Чоко балапан ашқан болатынбыз. Ішінен күшті ойыншықтар шыққан еді. Бұл жолы мынандай Сулифа дегендер ашамыз. Ішінен қандай ойыншықтар шығатынын көреміз. Оған дейін біз жаңа магазинге барып келдік. Айлинаның қолында тиындар бар. Копилкаға сала қой. Копилкаға Айлина ақша жинап жатыр. Жақын арада осы копилканы ашатын боламыз сіздермен бірге. Және ішінен шыққан ақшаны Айлина констовар алады, мектепке. Дәптер, ручка дегендер. Қанша теңге салып жатсың, Айлина? Көп сияқты что-то салып жатқан ақшаң, Болды, копилкаға ақша сап болдық. Енді ауыр ма? Әжеттерін алып қалған сияқты ғой ақшаң, Енді Сулифаны ашамыз. Сулифа деп қойып шынында. Балдарский Сулифа бұл. Мен балдарскиймен бастаймын. Бастай бер. Көреміз ішіне қандай ойыншық шығатынын. Ал біз аштық. Ішінен не шықты? Машина. Машина ма? Әкел. Машинаны інісіне береді. Міне інісі қуанып тұр, Али. Күшті ма? Енді келесі Сулифаны ашамыз. Әкел. Короче, осындай іші тола. Келесі Сулифаның ішінен шығады екен. Ашылуы қиын екен, Маған негізі бұндай кукуруздар ұнамайды, Чоко балапанын өйткені сыртында шоколады бар да. Не шығады екен? Ол не? Көшкен. Әке маған бере салманы. Ішінен не шықты? Бұл не екен, Бәсе жаңа көтергенімде сәл ауыр болып тұрады. Ішінен, короче, мынандай нәрсе шықты. Скакалка деймін, мындай, Кән, жарауыш. Сулифаның мынандайымен бірге бар екен. Скакалка. Саған ба? Бірақ балдарскийдің ішінен шықты, Қызыл скакалка күшті екен. Качествосы да күшті екен, достар. Келесі Сулифаны ашатын боламыз. Бұл енді бізде қыздарский. Ішінен примерно бір ұмай қалған, қылған алған бар. Ұмай қалған ойыншық шығатын сияқты. Ашылуы қиын деген. Қолым тайып барады. Қолым тайып барады ма? Ашылуы қиын екен, достар, бұның жаңа менде біреуін зорға аштым негізі. Айта кетейін, достар, бұл Сулифаның біреуі 350 теңгеден тұрады. 350 теңгеге стоит па, не стоит па? Ойларыңызды жаза кетіңіздер. Не шықты ішінен? Қыздарский, бұл бізде блокнот. Қыздарский мынандай блокнот. Міне бізде Қыздарскийден ішінен мынандай блокнот шықты. Күшті екен, Сулифа деген жазуы бар. Күшті. Ал достар, біз 3 Сулифаны да ашып болдық. Біздердің ішінен скакалка, машина және блокнот шықты. Алуға стоит 350 теңгеге, бағасы стоит. Келесі тағыда не ашайық? Маған өткендегі Чоко балапан ұнаған еді негізі ше. Келесі видео. Чоко балапанды ашамыз. Келесі енді біз алдында 3 емес, енді 5 Чоко балапан ашатын боламыз, Күтіңіздер. Достар, біздің каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.